Сәлеметсіздер ме? Мен Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің ғылыми тарих мамандығының 4-ші курс студенті Закиева Алия. Өзіме берілген мемлекеттік кәсіби сарамнан өтуге мен Атырау облысы Сарайшық ауылындағы Сарайшық мемлекеттік тарихи мәдени мұражай қорығын таңдадым. Бұл мұражай қорықты таңдау себебім Сарайшық орта ғасырлар кезеңіндегі Алтын Орда астаналарының бірі және Қасым хан тұсындағы бүкіл қазақ ордасының астанасы болған тарихи орын. 1999 жылдың 2 мамырында хан ордалы Сарайшық музей қорығының іргетасы қаланып, 3 қыркүйекте ашылу салтанаты болды. Ашылу салтанатына тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев қатынасқан. Жалпы кешен жобасының жасақталып, құрылысы жүргізілуіне зор ықпал еткен сол кездегі Атырау облысының әкімі Иманғали Тасмағамбетов болды. Мұражай қорық құрамына музей, мешіт, хандар кесенесі және қазба құрылысы жүргізіп жатқан орын кіреді. 2018 жылдың 4 сәуірінен бастап Республикалық қазыналық кәсіпорны Сарайшық мемлекеттік тарихи мәдени мұражай қорығы болып аталды.